Солтүстік Қазақстан облысында 102 мобильді қосымшасы іске қосылды. Осы арқылы халық енді кез келген құқық бұзушылық немесе қылмыс туралы деректі бірден полицияға хабарлай алады. Ол үшін ұялы телефонға арнайы қосымшаны жүктеп алу керек. Содан кейін тәртіп сақшыларына бейне қоңырау шалып, аудио хабарлама мен фото да жібере аласыз. Бұдан бөлек мемлекеттік қызметтерді жылдам алуға мүмкіндік бар. Айта кету керек, бұл жоба Ішкі істер министрлігінің халық үніне құлақ асатын үкімет қағидасы негізінде жүзеге асты. Және ешбір хабарлама жауапсыз қалмайды. Өңірде әзірге бұл жүйе жедел басқару орталығындағы 7 компьютерге қосылған. Біздің облыста бірақ хаттама түсті, ол Ғабит Мүсірепов ауданынан түсті. Автокөліктің иесі заңсыз жерге автокөлігін қойып кеткен үшін жедел басқару орталығына қоңырау шалынды. Тез арада автопатрульдік қызметкерлерді сол жерге жіберіп, автокөліктің жүргізушісіне айыппұл салынды.